Ассалаумағалейкум достар, бұл Ера X арнасы. Күнделікті видеодан бөлек бүгін қарапайым халықтың арасына шығып, Сергей Деревянченко мен Геннадий Головкин арасындағы жекпе-жекке сауалнама жүргізуге шықтық. Ал ендеше бастайық. Ассалаумағалейкум жігіттер. Геннадий Головкин жеңе ме, Сергей Деревянченко? Геннадий Головкин жеңеді, Геннадий Головкин. Қазақстан алға. Мықты ой екен. Қазақ бауырымыз. Жекпе-жектің алдында қандай тілек айтасың Геннадийға? Геннадий ағамызға бас жеңіс, өзінің қарсыласын сәттілік, өзінің жеңіс қой. Әрине, Геннадий Головкин жеңеді деп ойлаймын. Нешінші жеңеді деп ойлайсыз? Өткендегі неден кейін жақсы дайындалған шығар, алдындағы жеңістен кейін. Жекпе-жектің алдында қандай тілек айтар едіңіз? Қазақстан алға дейміз, Генаға жеңіске жет дейміз. Қазақ елі қуансын дейміз. Гена вообще жеңеді. Не үшін, не себеп жеңеді деп ойлайсыз? Мықты ғой Гена. Генаға жекпе-жектің алдында қандай тілек айтасың? Гена сәтті болсын, жеңісті болсын. Ұтып кетсін алайын. Головкин. Не үшін, не себеп жеңеді деп ойлайсыз? Оны білмедік енді. Кім жеңеді деп ойлайсың? Головкин жеңеді ғой негізі. Жекпе-жектің алдында қандай тілек айтасыздар Геннадий Головкин? Аға жол дейміз, сәттілік, алға дейміз. Геннадий Головкин. Не үшін, не себеп жеңеді деп ойлайсыз? Мықты ғой барлығынан. Жекпе-жектің алдында қандай тілек айтасыз? Сәттілік тілеймін. Биік белестерден көріне берсін деймін. Обязательно Гена жеңеді деп ойлаймын. Геннадий Головкин. Не үшін жеңеді деп ойлайсыз? Ой, қазақ емес па? Головкин обязательно. Головкин жеңеді шығар. Енді отандамыз ісіміз не болсын, күшті болсын, жеңсін. Жеңіске жете берсін дейміз, обязательно жеңіп шықсын дейміз. Головкин жеңеді. Не үшін, не себеп жеңеді? Не себеп жеңеді деп ойлайсыз? Қайдан білейін, жеңетін сияқты. Жақсы тілегіңізді айтсаңыз Головкинге. Головкин жеңіске жетсін. Головкин ғой. Не үшін жеңеді деп ойлайсыз? Жеңеді енді қанша дегенмен опыт бар ода. Қандай тілегің бар? Гена жеңсін. Тілек. Өзіме ма Генаға ма? Гена жеңсе дейміз ғой енді. 6 күн көреміз енді бұйыртса, жанкүйеріміз ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Гена жеңе ма, Деревянченко жеңе ма? Бір-біріңізді айтып жүрсіздер. Гена жеңе ма, Деревянченко? Гена. Не үшін, не себепті? Қатты өлшеді ғой. Қандай Генаға қандай тілектер айтасың отандасың? Жеңіп кетті. Сәттілік. Гена. Болды. Гена, родной. Гена. Не себеп жеңеді? Ау, өйткені удары, сол қолы удар күші көп деген де бар. Енді өзіміздің отандасымыз. Иә, отандасымызға тек қана сәттілік. Болды. Басқа айтарым. Гена жеңеді. Не үшін, не себеп жеңеді деп ойлайсың? Білмеймін оны. Жақсы сөйлеседі ғой былай. Жеңіс тілейміз ғой. Қай қазақтың бәріне жеңіс тілейміз ғой, қай жерге шықса да. Қазақ қандас бауырымыз болғасын. Геннадий жеңеді да, өзіміздің ауылдың баласы емес па? Бұл жеңімпаз болып туылған халық үшін бала. Отандасымызға қандай тілек айтар едіңіз? Дені сау болсын, кілең бақыт тілеймін сол балаға. Жеңісті алып бере берсін. Жақсы, рахмет. Геннадий Головкин өзіміздің жерлес боксшымыз. Ол кім ол? Боксер, боксшы. Білмеймін, Гена жеңеді шығар, жеңгі рұққа. Не себеп жеңеді деп ойлайсыз? Енді қарсыласы слабыйлау ғой шамалы. Отандасымызға қандай тілек айтар едіңіз? Жекпе-жек. Сәттілік, бақыт тілеймін. Алдағы уақытта жеңіс тілеймін. Геннадий Головкин. Не үшін жеңеді деп ойлайсыз? Білмеймін, Деревянченко. Менің ойымша Геннадий. Қандай тілек айтасың жекпе-жектен? Геннадийге барынша сәттілік. Екінші раундтағы жеңетініне сенімдімін. Головкин. Не үшін, не себеп жеңеді деп ойлайсыз? Білмеймін. Сондай сияқты. Не дейміз енді? Ұтыспен оралсын, жеңісті болсын, Қазақстанымыз ұта берсін деп тілек айтамын. Геннадий шығар енді өзіміздің қазаққа қолдау Үшінші раундта жеңеді деп ойлайсыз? Білмеймін, бокстан хабарым жоқ, енді жеңіңіздер. Сәттілік енді жеңсін. Геннадий ғой енді. Нешінші раундта? Енді 3-ші раундта ғой. Мінеке құрметті достар, бүгін сауалнама жүргізу арқылы біз мынандай тұжырымға келдік. Біздің Геннадий Головкинге халықтың 99-да 9% жанкүйер екенін білдік. Әрине, кейбір адамдарда спорттан, бокстан хабар жоқ, бірақ оларды да түсінуге болады. Отбасылық жағдай,
қызығушылық болмағандықтан, оның үстіне жұмысы бар дегенмен де ол кісілерде барлық жүректерімен Геннадий Головкинге жанкүйер болады. Біз де осы сәтті пайдалана отырып Геннадий Головкинге жеңіс тілейміз. Era X арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться мәзірін басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.